Сәлем достар, бүгін манта жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнымызды, тұзымызды, ашытқымызды дайындаймыз. 1 қасық ашытқыны және де жартас қасық тұзымызды ұнымызға қосамыз. Ұнымызға лайықты етіп су қосамыз. Осылай илеп болған соң бетін жауып 1 сағатқа қалдырып қойыңыз. Енді мантамыздың қимасын жасау үшін етімізді, картопты және де пиязды ұсақтап тураймыз. Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect. Ал енді дайын болған соң үстіне дәмдеуіштер саламыз. 1 қасық тұз, қалауыңызға қарай қара бұрыштың тақталғанын қоссаңыз болады. Енді жақсылап араластырып алыңыз. Жаңағы бетін жауып қойған қамырымызды алып шығарып илейтін боламыз. Осылай домалақтап алып, қимасын ішіне салатын боласыз. Міне біздің мантамыз дайын, жұмсақ. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, пікірге жазып қалдырыңыз. Міндетті түрде жауап береміз. Каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басыңыз.